Өмір мен өлім бір-біріне қарама-қарсы мағынадағы сөздер. Осы сөздің бірі құлаққа жағымды, ал екіншісі денеңді түршіктірері анық. Өмір ол сыйлық, ол бітпейтін, таусылмайтын күрестен тұрады. Күресу арқылы сен өз өміріңнің мәнін түсінесің. Ал егер жолда тоқтап, күресуден бас тартсаң, бұл өмірден түңілесің. Расында да біле білген адамға өмірдің шектелгені әрбір күн мен жылды, минут пен сағатты бағалауға, тиімді жұмсауға итереді. Жалпы өмірді біз қалай түсінеміз? Яғни, біз шыр етіп дүние есігін ашқан күннен бастап, біз өмір сүреміз. Тіпті анамыздың құрсағында жатып, біз анамыздың қорегімен қоректеніп, өзіміздің тіршілігіміз үшін жағдай жасап өмір сүреміз. Бұл дүниеде жақсы мен жаман қатар жүрген сияқты, өмір мен өлім де қатар жүреді. Бізге берген өмірді бақыт деп түсінуіміз керек. Бірде сен шың басынан көрінесің, оның етегіне сүрініп түспеймін деген сөз емес. Бұл жарық дүниеде өз өміріңді қуанышқа толы қылып, бақытты өмір сүруің өз қолыңда. Адамның өмірі шексіз дүние емес, оның да бір шегі бар. Яғни ол өлім. Өлімге келетін болсақ, кейбір кісілер өмірінің жартысын гүлге қонған көбелек сияқты өткізіп, отбасы құрмай, артынан ұрпақ қалдырмай, ақылы тоқтаған кезде өз алдына өмірлік мақсаттар қойып, оны асыға істей бастайды. Бірақ көп жағдайда ұлы мәртебелі табиғат оларды аяқтауға уақыт бермейді. Ондай адамдарға өлер алдында әттең-ай деген өкініш келіп, сол аянышты сезіммен өмірден кетеді. Екіншілерін өлім үрейін аттап өтуге діни сенім көмектеседі. Олар тәні болғанымен жан дүние мәңгі өмір сүреді деген үмітпен өмірмен қоштасады. Үшіншісі бұл күйбең өмірде ішіп жеу, ойын сауық құру, әр сәттен ләззат алудан басқа еш нәрсе жоқ деген өмірлік бағыт ұстайды. Бірақ жиі-жиі мешітке барып, садақа беріп, Құран оқытады. Бірақ бәрібір өлімнің бар екенін біліп, жаны түршігеді. Ал төртіншісі кісілері өз тағдырының шеңберінде тырысып бағып, өмірдің шаттығында, зардабында толығынан басынан өткізіп, бұл өмірде өзіне тән із қалдыру жолында бар күш-қуатын аямай жұмсап, өлім алдында өмірден шаршаған сияқты сезіммен келеді. Ол өз өмірін толығынан аяқтады. Ешқандай өкініш жоқ. Орындалмаған армандар болғанның өзінде ол оны табиғи заңдылық ретінде түсінеді. Сондықтан мәңгі өлмейтін із қалдыру үшін тарихта өз өміріңде ізгі істермен еңбектенсең, сені тарих мәңгі ұмытпайды деп білемін.